Баршаңызға қайырлы күн. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге бананның пайдасы туралы пайдалы ақпаратпен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қарап тамашалаңыздар. Бүгінде бананды білмейтін жан жоқ. Күнделікті болмаса да пайдаланамыз. Бұл жағымды тәтті жеміс қана емес, денсаулыққа пайдасы да зор. Бананның құрамы: 100 грамм жемістің қуаты 90 килокалорияны құрайды екен. Құрамында 20% углевод, 16% қант, Е, С, В6 сияқты дәрумендермен қатар калий, магний, натрий сияқты микроэлементтер бар. Бананның сіз білмейтін 7 пайдасы: артериялық қысым деңгейін қалпына келтіреді. Бананның құрамында калий болғандықтан қан қысымын төмендетуге көмектеседі. Артық салмақтан арыласыз. Банан жасұныққа бай, соның арқасында адамның қарны аша бермейді. Анемия қаупі төмендейді. Анемиядан адамның жүзі солғын тартып, үнемі шаршап жүреді, ентігіп қалады. Мұның бәрі эритроциттердің азаюымен, қандағы гемоглобин деңгейінің төмендеуінен. Бананның құрамында эритроциттердің көбеюіне көмектесетін темір өте көп. Сондай-ақ қандағы глюкоза деңгейін реттейтін В6 дәрумені де бар. Ас қорыту жақсарады. Банан тез қорытылатындықтан асқазанға кері әсері жоқ. Жемістің бұл түрін гастрит, қыжыл кезінде, сонымен қатар диареядан кейін алғашқы ас ретінде жеуге болады. Себебі олар ағзадағы жоғалған минералдарды түзеді. Күйзелістен құтқарады. Банан адамның көңіл-күйін көтереді. Жемістің құрамында біздің организмге серотонин, бақыт гормонын алуға қажет триптофан бар. Орта есеппен бананда 27 мг магний бар. Бұл минерал көтеріңкі көңіл-күй мен қатты ұйқыға әсер етеді. Дәрумендерге байытады. Банан В6 дәруменіне бай. Ол организмге инсулин, гемоглобин және аминақышқылдар бөлуге көмектеседі. С дәрумені дегенде ойымызға апельсин мен құлпынай келсе де, бананның құрамында бұл витамин де бар екен. Адамның энергиясы артады. Жемістің құрамындағы калий бұлшықеттерді сіңір тартудан қорғаса, көмірсулар бойдағы күш-қуатты арттырады. Осымен ақпаратымыздың соңына жеттік. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға көп рахмет. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар.